Сонау 59 жылдары Қазақстан магниткасына комсомолдық жолдамамен келіп, бар мағыналы өмірін Теміртау қаласында өткізгендердің бірі Алтынбек Асанов болатын. Ардагер 46 жылдан аса металлургия комбинаттың Мартин цехында үзіліссіз жұмыс жасаған. Ибрагимов екеуміз келдік. Содан кейін осы жерде кездесіп қой жолдастармен. Мартин цехына келдім. Сол Мартинді бастадым и бітіріп кеттім. Жауып кеттім. Соған бітіріп тастадық. Кім болып бастадыңыз ол жерде? Крановщик, машинист крана. Разливочный. Соған бітіріп шықтым. 46 жыл. Да. Бір орында істеп. Енді баста алғашқы ауылдан келгесін сіздерді оқытқан шығар о кезде? Оқытты. Украинада оқытты ғой. Украинаға барып оқып, келіп. Өндірісті меңгеріп тәжірибе алу үшін магниткаға келген қазақ жастарымен бірге Алтынбек Асанов та Украинаға сол кездегі Днепродзержинск қаласына оқуға барады. Сол жерде қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен жатақханада бір бөлмеде жатып таныстықтары жақсы достық қарым-қатынасқа ұласады. Содан кейін бұл кісілерді 2 жылдан кейін 61 жылы ғой деймін. Украинаға неге оқуға жіберді, дополнительно еді оқу цехтан. Бұл кісі сол кезде біздің елбасымен бірге таныс болып, жолдас болып, бір комнатада тұрды. Елбасы сол кездің өзінде ол кісі жақсы оқып, спортпен, барбамен айналысыпты. Мына кісі де сондай күреспен айналысқан. Бұл кісі бұрында елбасымен жастық кезінде де, бойдақ кезінде де жолдастарымен барып, елбасының үйіне етін жеп Саралпысынаның өте қайырымды ол кісі, кішіпейіл сондай жақсы адам болды ғой. Еті постоянно қайнап тұрады екен енді, пісіп тұрады екен. Бұл кісілер ет жеуге барады постоянно. Жиі ескалады. Жиі ескалады соны күліп. Сәкен деген жолдастары бар, Алматыда тұрады. Ардагер металлургия комбинатта Мартин цехында құю кранның машинисі болып жұмыс жасайды. Кейін еңбек демалысына шыққан соңда өндірістен қол үзбей 15 жыл жұмыс жасаған. Теміртау қаласы ардагердің де екінші туған қаласына айналды. Осы қалада жұбайы Дәмежан екеуі 1969 жылы отбасын құрып, 3 ұл қыздарын жеткізіп, 5 немере сүйіп отырған бақытты жандар. Сол енді біз күлетінбіз, комбинатты ашты бұл кісі, комбинатты жауып, одан кейін пенсияда где-то 15 жылда істеді, сосын конвертерный цехта да тоже Мартинде де істеді, одан кейін пенсияға шықты. Пенсиядан кейін 15 жыл істеді бұл кісі. Комбинаттың ардагері құрметті металлург, құрмет ерен еңбегі үшін ордендерін, көптеген мерейтойлық медальдар мен алғыс хаттардың иегері. Ең үлкен құрмет теміртаулықтардың ыстық ықыласы мен құрметі. Алтынбек Асанов елбасының жақын араласқан досы, замандасы ретінде түрлі мерекелік шараларында қадірменді қонағы болып келеді. Ардагерлердің еңбегі мен өмірін үлгі тұтқан жастармен де жиі кездесулер өткізіліп тұрады. Мұның барлығы елбасымен бірге алып өндірісті меңгеріп, еліміздің, өңіріміздің, қаламыздың дамуына үлкен үлес қосқан еңбектеріне көрсетілген құрмет. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңда елбасының замандасы Алтынбек Асановтың отбасында болып сұхбаттасып қайтудың сәті түскен болатын. Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын бәрілеріңізді. Сол